баян шыға сап атылма дедім, қызы боласың ғой, дұрыс па? Мына жақта қатысушыларды кінәлап, бірінші отбасың осы ғой, бұлар бәрі сұрақ қояды, дұрыс па? Бәрі де міне келген үміткерді шынайы ма деген дәлелдеу, бұлар міндеттер осы жерде отырған. Сен шыға сап келген кеше ғана 4-2 деген сияқты шапылдасып отырсың, не андағың? Не андағы демей ақ қой, біріншіден маған айтайын Асқар. Қыз балаға мен айтам саған, дұрыстап айтам қазір. Жын бар ма? Эфирде басқа, экранның сыртында басқа, маған жартысы мен амандасқан жоқ. Біріншіден сен кеше ғана келдің. Екіншіден тоқтай тұр, мен де бұлай сөйлей алам, тоқтай тұр. Екіншіден біз сенен бір талай жас үлкенбіз. Екіншіден мен де бұлай сөйлей алам, бірағында менің... Кеше ғана келдің деп, менің бетіме ешқайсың баспай қондыр. Мен аспаннан сал бір қалауыма кіре саған жоқ. Көңілден шығу үшін келген жоқ, біз өзіміздің болашақ жарымыз табу үшін келдік. Сол себепті мен айтарым, негізі баян қандай барсың, сондай болып жүре бер, сондай болып жүре беруіне тілектесім, және де болашақ жарын табуға тілектесім. Негізі өте керемет өлең бар ғой, Жанар Дұғалов әпкеміздің.